Бас партия кадрлық резервті қалыптастыру ісіне алғаш рет кірісуде. Осылайша нұр отандықтар сайланбалы және партиялық лауазымдарға кәсіби кадрларды іріктемек. Құрамы тәжірибелі партиялықтар мен белсенді жастардан жасақталады. Басты мақсат сапалы мамандарды бір топқа жинақтау. Оған мәслихат депутаттығына, аймақтық саяси кеңестерге, партиялық бақылау комиссиясына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңеске және де партияның филиалдарын аппараттарына мүшелеріне кандидаттар іріктеледі. Кандидаттар бойынша төмендегідей квота белгіленіп отыр. Ол аудандық деңгейге 10 азаматтардан, облыстық маңызы бар қалаларға 12 азаматтан, облыстық деңгейге 25 азаматтан бекітіліп отыр. Партияның аймақтық кадрлық резервіне республика бойынша 3000 адам енеді деп жоспарланған. Ал оңтүстіктен 200-ге жуық азамат іріктелуі қажет. Кадрлық резервке өту оңай шаруа емес. Ол үшін бас партия әрбір кандидатты 3 сатылы іріктеу жүйесінен өткізеді. Жүйе конкурстық процедуралар мен құзыреттен бағалаудан тұрады. Кандидаттардың әрқайсысы кәсіби, партиялық және жеке сипаттары бойынша кешенді тексеруден өтетін болады. Мысалы, партия мүшелігі бойынша өтілі, жұмыс өтілі, оның білімі және партиялық қызметте сіңірген еңбегі бағаланады. Аталған талаптардың резерві әр саты сайын жоғарылай береді, яғни аудандық деңгейден облысқа келетін болса, облыстан республикалық деңгейде талаптар күшейе түседі. Одан тыс қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылмауы, сыбайлас жемқорлыққа жағдай жасайтын теріс қылықтардың болмауы, алынып тасталмаған партиялық жазалар болмау жөнінде талаптар міндетті түрде болып табылады. Бүгіннен басталған аймақтық іріктеу жұмысы 3 айға созылады. Осы аралықта кезең-кезеңмен жұмыстар жүргізіледі. Айта өтейік, кез келген кандидат кадрлық резерв құрамында 5 жыл бола алады. Егер кадрда ілгерілеушілік, яғни ауданнан қалаға, облыс пен республикаға дейін өсім байқалса, орны қайта толтырылып отырады. Салтанат Мархабаева, Антон Семенов, Нары Ньюс.